Сәлем аруларым, бүгін біз сіздермен оңай 5 минутта дайын болатын салатымызды жасайтын боламыз. Заттарымызды дайындап алдық. Алдымен жартылай қақталған 200 граммдай шұжығымызды соломка етіп турап аламыз. Мінекей, ыдысымызға салып алдық шұжығымызды. Енді қиярымызды соломка етіп турап аламыз. Қиярымызды осылай соломка етіп турап алсақ, әдемі көрінетін болады. 2 тал қияр жеткілікті бізге. Ештеңенің қорудың, қайнатудың қажеті жоқ. Барлығын дүкеннен алып кеп, араластыра салсақ жеткілікті. Мінекей, горохымызды да салып алдық. Бізге жарты банка горох, 50 граммдай сухари, 50 грамм майонез керек болады. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Мінекей, енді тарелкамызға салатын боламыз. Әдемілеп салып, үстін безендіріп аламыз. Қонақ келгенде таптырмайтын салат, тез ақша салынатын, турап араластыра салатын салатымыз. Мінекей, үстін безендіріп, әдемілеп жасап қойдық. Бізде 2 тарелкадай салатымыз дайын болды. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.